әлде бір шамалы жұмыстар қалып тұр. Көпіртіп етеміз сол аясында жұмыстарды белгісалатын жерлердің арқылы болса өзіңіз жасаңыздар болады, мүшелеріне өкілдері келіп отыр. Менің тек қана қазіргі жағдайда осыға сіздерге танысуға осыған дейін рапортты көрсетудеміз. Енді сол геологиялық барлау жұмыстары кезінде жер отырғызуға салынған болса, бұл жерде енді 3 метрге дейін топырақтарға қазылып кезінде лабораторияда өткізіп, керекті топырағымызды алып, ар жағында жаңағы 3 метрлерге өтіп бара жатқан сазды қабаттар бұл жерге керегі сол дегендей, сол тек қана үстінде тұрған генстей пород дейді, сол сазды жыныстар, яғни бұл жерде сазақ, беткі үстінде тұратын мысалы өзіндік қабат 20 сантиметр өсіп өзіндік қабатын сыртқа шығарғаннан кейін керекті сол саздақ немесе сазды қабаттарды пайдалану арқылы жолды салып кезінде сол жаңағы 20 сантиметр өзіндік қабаты дейтін болса, оны жаңағы ысырып тастап қойғыздар. Кейінгі сол жаңағы оның жалпы көлемі 46 мың. Сол 46 мың топырақты қайтадан сол карьера дейтін сол барынша табиғи жағдайда сол өсу бағытына қарай алып келу мәселесі қойылған болатын. Сол жоба сол бағытта салынған. Одан кейін физический жұмысы жасалынып, қайтадан сол тапсыру мәселесі, қайтару мәселесі туындаған мәселе, бұл мәселе жөнінде қайтадан болсын дегенсе, сол ауылдың әкіміне, ауданның әкімі, облыстың әкімдері бар, солардың қазавтожолдың белгілері бар, сапаның лабораторияның адамдары бар, бәрі бірігіп қайтадан шығып, осы жерде ғана қайтадан қабылдау мәселесі. Бұл жерде қазір тек қана сізге жоба кетті. Ары жақта туындайтын мәселе үкіметке қайтарылатын мезгілдегі мына соның алдына жасалынатын шаралар. Үкіметке қайтарылатын мезгілде сіздер осы жоба қайтарылды, сол мезгілде ғана дала актісі деп айтамыз, сол актіні толтыру мезгілінде сол ғана үкімет активтерін өздеріңізге қатысып, оның ішінде шыққан активтерді көруге болады. Бұл жерде өндіру кезінде 10 техника жұмыс жасалынатын болса, қазір бір жұмысы қалпына топырақты сол 20 жылы басқана жылдары қалпына келтіру мәселесі қойылады. Сол тәртіппен ғана мәселені шешеміз. Сол 756 сағатқа 756 сағат бойында жұмыс жасайды деген есебіміз бар. Сол енді суткісіне 2 метр жұмыс адам жұмыс істейтін болса, 8 сағатта жұмыс жасайды. Осы ғана есептердің бәрі осы жобаның ішіне қарастырылған. Бұл жобаға енгізілген сандық показательдердің бәрінде ол үкімет орындарының бекітілген ЕРД-ге соған техниканың характеристикасын саламыз. Ол техника күнделікті өнім көріп жүрген техника, сондықтан бұл техниканың зияны жоқ. Халыққа тигізетін зияны жоқ деп есептейміз. Сосын сол даналары бізге показательдер берді. Сол показательдер сіздерге осыған дейін бір ай бойында көрсеттік. Сол бір техниканың маңында жұмыс жасайтын адам, мысалға сол жерде төрттерден жұмыс жасайды деген есебіміз бар. Сол басындағы вагондарға жол салу, қайтадан проекттер қалпына келтіру тапсыру мәселесі бойынша үлкен тәжірибеге еңбек болды. Бүгін батыс регионында жұмыс жасап жүрген, осында Маңғыстау, Атырау облыстарында, Қалайбек Арғатарына қазір оңтүстік облыстарының, Ұлытау облыстарында жұмыс жасап жүрген үлкен мекеме. Үкімет тарапынан осыған дейін жасалынған дәрежелердің жасалынуы немесе қалпына келтіріп тапсыру мәселесінде ешқандай да қарсы келген моменттер болған жоқ. Осындай бұл кішкентай жоба, сол ғана бір трактор жұмыс жасайтын болғаннан кейін сіздерге сол 46 мың топырақты қайта қалпына келтіру мәселесі, топырақ деп отырған бұл өзіндік қабаты 23 мың соның грубые числилерді, қалпына келтіру мәселесі жүргізді. Сосын 23 мың тағы да біздің түзеп, қалпына 23 мың сол өзіндіктің өсуіне барынша жағдай жасалынды деген мәселе. Ертеңгі күні сізге бағана айтқандай, егер бағана туындап жатқан жағдай болатын болса, оқытайын адамдар тағы келіп, сол өздерінде тапсыратын мәселе өздеріңізді қатысасыздар. Осындай жағдай, мен сіздерге жалпы осы жоба бойынша түсінік бердім.
жобаның төңірегінде сұрақтарыңыз болатын болса жауап береміз. Болмаса Ақ Жол құрылыс мекемесіне қойылатын сұрақтарыңыз болса, оны да осында өздерге оған да қойылатын болады. Бұл мәселе айтып отырған сол жерді жөнелту күндері аты келіп жатыр. Ол түзету болуының сол үйіне алынған рұқсат қағазы, барлығы алған рұқсат қағазы, одан жерге шешіп алынған өндіргіге арналған рұқсат қағазы, соның негізінде кәдеге пайдаланады. Соның жердің оформлюсы осы жобасы бар. Көп рахмет, мынаңызға. Сұрақтарыңыз болса қойыларыңызға болады. Осы жоба жөнінде маған, мен осы ғана құрылысына сәйкес Құрметті шоғырлар, сұрақтарыңыз болса өздеріңіз таныстырып, сұрақ қойыларыңызға болса. Археологический кодекс бойынша біз плодородный слой өзінің орнына салғаннан кейін соның ішіне бірдеме егу тау болсын солай ма, соны бола ма, еге ма, білмеймін. Бұл мына жобаның қазір аты сол өндіруге арналған кезіндегі тау-кен жобасын нөмір 4-ші кабинеті өндіріп болғаннан кейін қалпына келтіру жобасы. Топырақ қорын қайтадан қалпына келтіру. Әдетті жағдайда барынша Ол и так само собой. әдетті жағдайға барынша қалпына келтіруден көрінуі өздеріңіз білесіздер, ол тоқым келе жатқан топырақты қайтадан қалпына келтіру өсімдік бұл жерге өсіп уақытына жағдай жасап барынша деп жазамыз. Ал ары қарата өсімдікті егу не болмаса оны ары қарата қайта басыру мәселесі ол жергілікті жердің құзыретінде тұрған мәселе. Ертеңгі күні біз мынаны ақпен Ақ Жол құрылыс мекемесі келіп тапсырады, сол мезгілде лаборатория бағанағы мына топырақтың бойындағы элементтерді қарап, мына өсімдіктер өсуге жарайды, жарамайды деген мәселе туындайтын болып жатса, ары қарата сол өсімдіктің Басқа да экспертиза жасау керек, мысалы подводный воды бар, подземный воды деген. Подземный водыға оған жетпейміз. Подземный воды кезінде 3 метр бізде уже почти жақын болды. 3 метрге дейінгісінде кезінде біз бағанағы жер асты суларын мына геологиялық барлау жұмыстарын жүргізген. Мен жазып барған мезгілде сол 3 метрге дейін 4-5 метрге дейін барсаңыз, бұл жерде бағанағы қатты қою қоңыр түсті су деп айтамыз, сасақ пайда болады, 4-5 метрге пайдаланған. Ол мәселе осы жерге бағанағы тұзайын үлкен жұмысты қажет етеді. Себебі 4-5 метр, арқанда 2 метр тұрған топырақты, сулы топырақты алып, оны кетті қайтадан саламыз дегенде, ол кісілердің өздерінің барын графиктері бар, жұмыс жасалуда, сондықтан оған уақыт болмайды, біз тек қана 3 метрін алайық, болды дегеніміз. Бұл топырақты қазып батырған мезгілде қасымызда болды, ондағы Қазақстан жолының представителері болды, лабораторияның адамдары болды. Мынау бізге барады, мынау бізге бармайды. Бұл яғни жолдың сапасына әсер ететін материал болды да бұлар. Себебі Атыраудың маңында одан сіз асып кетіп, мына жерде топырақ бар еді ғой дейтін әңгіме сіз айтасыз мысалға. Бірақ оны тасып ана жерге алып барудың өзі, оның себеп үлкен бұл кісілерге беріп отырған ақшасы мысалға кейбір проектілер даже дәлел жоқ болады. Ал ана топырақты сапаның адамына үлкен рахмет айтамыз. Кейін немен бірге ана өндірушілерді бүгін арқылы қарады, мына топырақ барады деп лаборатория өндірушілерді бізге мына топырақ барады. Бірақ фамилия не бар? Біз бағанағы сол кәдеге барлау жұмыстарын жүргізіп баратқанымызда біз өзіміздің бағанағы немізге құзыретті өзіміздің құзыретімізге кіретін мәселелер бар. Сол лабораторияда қайтадан өткіземіз, соны апарып бағанағы отчетымызға кіргіземіз, мынандай болып тұр деп. Вот сол топырақ енді бұл жерде бұл жолы енді бағанағы адами фактор болғаннан кейін біз халықпыз ғой, келіп отырып жолды сұрадық, сол жолды сұрағаннан кейін ертеңгі бұзып көріп, сондықтан Бізге мысалы потребительный сол жерде тек потребительный. Бізде мысалы уже случайлар болды, мал болып сол карьерге түсіп, рақта су қалып қойған, лично менің өзімдікі жоқ, бірақ қойды, сиырды, мысалы оны қошамаған, ешқандай не жоқ, сондай нелер болды мысалы. Ол мәселеге кезінде бағанағы қошамаған. Ары қарай жоқ, коррозия почвы болмасын. Бізге енді потребитель, біз осында қаламыз, сіз кетесіз ғой. Біз осында қаламыз, біздің балдар осында өседі. Бізге енді соны сақтап қалмай жаңағы последствия болмау керек. Кедергі болмау керек. Машинамен кетіп жатыр, жаңағы жерге шығып кетпейсің. Сондай. Сначала үлкен бау, жан жақта бізде бау жетеді. Анау бар, жан жақта қоршау бар вообще. Машинамен жүре алмайсың. Ол жерде енді карьер болғаннан кейін негізі бұны
жерде последствиесі болып тұрып ана халыққа шығын болған нәрселер болатын болса, осыған дейін ар жолғы соны көтеріп жүр. Мысалы басқа региондарда действительно ана малойлар болса, адам келеді, сөйлеседі, ол мәселе ана шешіліп жүрген мәселе, бірақ негізі ол бағанағы жеме-жем берген мәселе, ол Кореяға айналса мал жаюға да негізі ол жерде мал жұмыс біткеннен кейін срок бар ма? 27 жылына рекрутация жасаймыз деп отырмыз ғой. Содан кейін 27-нің аяғында сіздерге қайтадан келеді. Сол мезгілде жоқ, трасса уже пайдаланып уже уже 2 жыл болған болады. Иә, бітеді олар. Қазіргі мәселе қазір мына сол затяжной емес пе? жоқ, ондай қазір биыл осыған дейін былтырғыларға мысалы финансовый мәселе жөнінде үкімет тарапынан әңгіме болған. Енді мына басқалықтар қазір уже фонд болу керек қой, ай сайын олар ақшаны специально. сол мәселе кішкене қиындап өздерінің ғана финансированиесімен мына жайыққа дейінгі мәселелердің бәрін осы жасап қойған. Енді жайықтан ары қарата әр елге өтетін мостың мәселесі үкімет салынып, соны 27-нің аяғында тапсырыс болуымыз мүмкін. Сол үшін жасап отырған бұл әйтпесе 2 жыл болу керек, сізге 27-те қайтадан келу керек бар. Ондай болмайды. 2 финансирование бір проектте. Карьер. Топырақты дейтін сол жерден жағынан алып көрмейді, басқа жақтан әкеліп көрмейді ғой да? Нені? Топырақты карьер. Топырақ сол карьерін алу керек. Жоқ, басқа жерден әкелмейді, сол жерде тек тексеріп беріп келеді. Сол карьер, басқа шаруашылық сол карьерді қайтадан тексеріп береді. 23 гектар осы именно осы жақта тұрған бір карьер бар, орыстардың ана Азия жақ бетінде 2 карьерлер бар. Оның ғана қазір түгендеп жатыр, осы карьерді төртінші карьер. Негізі бұл маңда осы Атырау облысына қарағанда топырақ табу мәселесі өте қиын болды. Жолдың салынуы, оның сапалылығы болашағында да өте қиын. Бірақ енді осы жерге табылғанына мамандардың арқасында жұмыс бар. Енді ары қарата осы жолымыз жақсы болып ары қарата аяқталып, игілікке жарасы халыққа соның көмектесі үшін алу керек. Сонда бүгін сіздер Ақсудан келдіңіздер ме, Атыраудан келдіңіздер? Біз Атыраудан келдіңіз ана. Мынау Атыраудан қасында 14 километр жерде бір карьері бар. Осы карьерді алып, Осылардың аэропорт па? Бізге қарай ма? Бізге қарай. Бізге қарай оң жағымызда тұр. Неде су ғой. Иә, су ғой. Ол жағында осы жерден карьердің қазып нетіп жатырмыз. Сол карьер. Қалпына келтіру мәселесіне жоба айтып тұрмыз. Биылға аяғына дейін жұмыс жасайды, солай болды. Сосын біз ағаты 27 жылға рекультивацияға өздері келіп қалпына келтіреді, сол сізге қайтадан келеді актпен. Жоқ, оның 17-ге қандай қатысы бар деді ме? 17 жақын болғаннан кейін ауыл. Мына кодекс бойынша неше километр жақын? 15 километрге қарай жақын. Бізге 17-ге қарай. Иә, бірақ 15. Шайханаға жағы да? Су Сол қалдығының ар жағы ғой, бұна қарай. Карьера. Құраққа келсеңіз, ол жағы отыр. Құраққа келсеңіз. Парковый жағында карьерді айтып тұр, мына карьерді не болатсыңдар? Жоқ, оның ғана бұл жекеге әртүрлі беріліп жатқан карьерлер бар шығар. Біз білмен Ақжол Русқа арналған 4 жіберді жөнінде айтамыз да бұл. Шайхананың азанда Ақжол болды ғой. Қарама-қарсы. Сіз қазір басқасын айтып отырсыз ба? Біз тек қана 4 жіберді жөнінде айтамыз. Ол локация қай жерде ол? Құрақтың қасында. Құраққа Бізде мынау жерде Ақжол, мынау жұмыс трасса жасайды. Біз соны ойлап отырмыз. Мынау жерде Махамбетский трасса. Бұл Ақжолдың негізделген бірнеше жерде жұмыстар болды. Ол солаймен жатыр ғой мысалы. Оны айтып тастаған жоқ қой. Мына Астырқанмен деген соны айтып отырмыз. Соны бітті ғой оның. Иә, оның сұрау біткен жоқ. Әлі жүріп жатыр. Ол 13 карьері бар, осы жерде жүріп жатырған. Ол жұмыста бар бұл кісілерде. Әлі ғана знактарын салу керек, тапсыру солай ма? Әлі ғана жұмыстар жүріп жатыр. Қазір жер алып жатсыңдар ма? Кім бар Ақжолдың? Жер алып жатқан жоқ. Жоқ, онда ештеңе жоқ. Бұл карьер 18-ден бері жатырған кезінде.
Он уже сроқта мен 18-де мен карьерадан ол жерде қойып қойған жоқпыз. 18-де мен ялға барлық жұмыстармен айналыстым. 18-де екі контрактысын берді. Одан ары қарата 19-20-ға там екен. Сол мезгілде бана карьера пайда болды. мен жаңа сол карьерді айтып Мына Сухойдың қасында тұрған карьера. жоқ ол бер жағында ғой ашқан. Енді мынау уже Мына бер жағында бітті. Жоқ, ол бар. 13 карьера бар, айтасың бар. Оған әлі келесіз. Культивация или жаңа уақытша жабу керек па, сондай бір бар ғой экологический комплекс. Ол мәселелерді мына кісіге қазір айтсаңыз, уақытша жабу мәселесі, бірақ әлі біткен жоқ шаруасы. Бері қашан? Шаруасы біткен жоқ, оны пайдаланған жоқсың ба? Жоқ, пайдаланып қойдық. Бұл мәселелерді мына кісілерге айтсаңыз, ертеңгі күні біз мына протоколға да енгіземіз. Бұрынғы действующий енгіземіз. Керек болса біз еу тыныш деген бар, заявление жазып еді оны. Жоқ, мына протоколға енгіземіз. Содан мен нетіп алғанбыз. Енді жаңа сіз қашан нетейін деп отырсыз? Мен жаңа сол жерде айтып, мал түсіп кетті бізде. Осы мәселені айтты негізі, ертеректе міне жақтан бір мал сол жерде айтып. Оның бар несін возмещение деп қайырды ғой. Бана енді болды. Срогы әзір болмайды, бітпейтін болып тұрсың да. Карьерің бәрі жабылғанша срогын қазір карьер Сухойдың бергі алдынан келіп қосылды ғой, арғы беті Азияға өтіп кетеміз. Арқатыдан Асай тұсынан шығамыз. Мұны сол карьердің несі, мына Еуропа жағында көпінші карьер. Ал бағанағы 13 деген, 13 карьер, ол мына атырауның асырған отырысында еңдейін қатырып отыр, ол сізге әйелдері. Көріп тұр, жұмыс жасап атқан көріп тұр. Енді мынау уже заброшенный ғой. Солай қалып қойма ма деп атқанбыз ба? Жоқ, ол заброшенный деген әңгіме жоқ. Әлі бағана ақпен келіп те отыр сізге әлі. Карьерге қошамайды ғой. Забормен нету үшін бұлардың проекттерінде бағана айтып отырмын, проекттердің ол мәселе. Кейбір проекттерде үкімет орындары негізі жазады, бірақ топырақ жоқ. Топырақ сатып алмайсың, не онда өздерінің бағана береріне жасап тұрған сөйледі. Мен себебім. Жақын жерден алыс алған ғой үшін, трассаға. Қай жер жақын сол жерде? Біз оны аяқтан үйлерден алыстан алу. Жоқ, оны алыстан алынбайды. Ол бағана сол жол салынып жатса, сол жолдан 10 километрден асуға тиісті емессіз. Өзі технический регламент бар. Сондай. Высота балл қандай болу керек. Технический регламент бар ғой. Я соны сақталсам болды. Сұрақ бар жаңа Ақжолға неге карьерге қатысты емес негізі. Жаңа бір соғады, жаңа мен неге бердім. Чатқа жаздым, осылай келеді деп. Мынау бізде остановка бар ғой, мынау қарама-қарсы адайдың қарама-қарсы Ағынкөтіне Ақстауға баратын жолда бәрі мынау немен жауып тастаған ғой. Брустер дей ма қалай ограждение жолын. Секіреміз дейді жаңа. Оның пешеход бар дейді, бірақ жоқ. Ақжолға. Ол жаңа пешеход бар анда, бірақ жауып. Жаңа секіреміз дейді жаңа ограждениеден, может малдан жасаған ба, білмеймін. Сол жаңа сол сұрақты қойып қойшы деп соғады, осы жұмыста жүрген адамдар. Сол постоянно шығамыз. Адам өтетін жол жоқ қой. Иә, адам өтетін жол. Ана мал өтетін енді ол мал өтетін емес, су бар да. Бір туннель жасау. Иә, ол мал сияқтан өтіп кетеді енді ол үйлерді. Жаңағыдай енді адам остановкаға бару үшін, Астаханның қарай кетіп жатқан остановкаға бару үшін жаңағы секіріп кетеміз дейді. Сол остановкадан түсіп қалған адамды сол то же самое жаңағы секіріп кетеміз дейді. Соны бір калитка ма, или білмеймін, пешеходный жақтар сондай бола ма деп. Дұрыстап түсіндіріп айтсайшы. Түсіндірме. Мына бер жағындағы нені айтып тұр ғой. Адам өтетін менің жолымның бойын бітіріп тастағанмын ғой. Сол адам өткенде біздердікі міне мен жұрттың бәрі таксимен жүрмейді ғой. Жолға шығамыз. Сол мезгілде ана неден карьер сияқты қазып тастады ғой енді әуелде. Сол жерде айтып тұр ғой, сол жер қалай секіресің. Жол бойында ана ограждение бар ғой, мынау дейді сол. Барьерный ограждение сол. Мысалы мен секіріп кетемін енді, үлкен кісілер уже Сол жүре алмаймыз ғой. Соны айтады ғой, соған бір дорожка сияқты ма, әлде анын не жасап қойса қалай қалай істесе болады. Мына жігіт санағын осыны істейді, сосын ауылы әкімден екеуміз телефондарды алсын. Бізде проблема болып тұр ғой, жер Махамбеттікі бар, Махамбетке заявление жазды. Жоқ, мынау ауыл жақын. Махамбетке былай телефон соғып айттық.
ак жолмен келсін деді. Бұл компания негізі ол бағана жекелеген адамдардың бағанадай бір шаруалары болатын болса, бұдан басқа да бір артық шаруалар бар. Оны шешіп жүр мәселелерді де, бір көмектесіп, бір тағдыр дейді мысалға. Жұмыс болмай адам болғаннан кейін сондай да. Жоқ, бізге мынау су басқанда ак жол техникамен разговор жоқ. Бұл мәселе жөнінде ертеңгі күні әкіммен бір тағы да өткенде жіп қайда десеңіз, бұрын кісілермен сөйлесіп, ана жерге бірдеңе салайық деген үлкен сума тұрмайтын нәрсе. Руководствоға айтсаң, мысалы, не бар, жаңа ұсыныс бар, тұрғындардан. Оған болмайды ма, хотя бы бізге хабарын айтса, бұл осындай жағдаймен болмайды деген. Или жасайды. Қазір қауіпсіздік мәселесі деген бар ғой, қауіпсіздік. Бұл жерде атамын фактор жүріп отырғанда, бұл мәселеде бір шешіліп тұрған ғой. Себебі проекттің ішінде тұрған нәрселер ол ішіне жазған ашылып тұрмау керек деген бар ғой. Бұл жерде мен ақша жұмыс болмауы керек деген. Бірақ соның өзінде де халық сұрайтын болмаса, оның қауіпсіздігін тағы болу керек та халықтың. Сол мәселелерді бірігіп шешеміз Қауым тыңдауында қатысқандарыңызға сіздерге көп рахмет.